Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Кітабымыздың 102-ші бетіндегі 41-ші тақырып көне ғасыр қонақтары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мақсаты фантастикалық әңгіме оқу, етістіктің өткен шақ формасымен танысу. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздеріміз ғасыр, саз, таңғалу. Жаңа сөздерімізді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Енді жаңа сөздерімізге сөз тіркестерін құрастырып көрейік. Бірінші сөз ғасыр, жаңа ғасыр. Келесі сөз саз, әсем саз. Және үшінші сөзіміз таңғалу, өнерге таңғалу. Енді келесі кезекте сөздікпен жұмыс балалар. Бұл жерде арнайы қосымшамен тапсырманы орындаймыз. Келесі кезекте кітабымыздың 103-ші бетіндегі екінші тапсырманы мұқият оқып шығамыз. Бұл жерде қазақ және орыс тілдерінде аудармалары берілген. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін, тақырыбымызды және орындайтын тапсырманың нөмірін жазамыз. Үшінші тапсырма балалар, бұл жақта біз мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. По тексту ответим на вопросы. Көз, шаш, құлақ, ауыз. Ал енді балалар. Биле, 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 биле. Қол, аяқ, бел, иық. Ал енді балалар. Биле, 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 биле. Көз, иық, бел, тізе. Ал енді балалар. Биле, 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 биле. Биле, 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 биле. Келесі кезекте балалар, бізде ереже, правила, етістіктің өткен шағы. Бұл жақта бізде жедел өткен шақ пен бұрынғы өткен шақ жасау жолдары көрсетілген. Жедел өткен шақ жасау үшін д, д, т, т және де плюс жіктік жалғауы қажет. Алу, келу, кету деген іс-қимыл білдіретін сөздерге тиісті қосымшалар жалғанған. Алу, алдым, келу, келді, кету, кетті. Бұрынғы өткен шақ ып, эп, п. Алу, алыпты, келу, келіпті, кету, кетіпті. Яғни бұл жерде бізде ережеде жасалу жолдары көрсетілген. Үй жұмысы 102-ші беттегі бірінші тапсырманың ә нұсқасы. Берілген сөз тіркестермен сөйлем құраймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.